Ассалаумағалейкум қадірменді Иман Нұры арнасының көрермендері. Бүгінгі оқиғамыз ене мен келін тақырыбында. Сабыр мен сыйластық. Бір ауылда Жамал деген ақылман, қатал мінезді әже өмір сүрді. Оның екі ұлы болды. Үлкен ұлы қалада тұрса, кіші ұлы Дәулет ауылда ата-анасымен бірге тұрды. Жамал әже ауылға сыйлы, көпті көрген адам еді. Ауыл адамдары оның ақылын тыңдап, кеңесіне жүгінетін. Бір күні Дәулет үйленіп, жас келін үйге келді. Келіннің аты Айжан болатын. Айжан тәрбиелі, сыпайы, еңбекқор қыз еді. Бірақ жаңа отбасының ортасына бейімделу оған қиын болды. Келін болып түскеннен кейін Жамал әже оған үлкен талаптар қоя бастады. Үйдің тазалығы, тамақтың дәмділігі, шаруаның жүйелілігі бәріне енесі мұқият қарады. Жас келін шаршаса да сыр білдірмей енесінің айтқанын орындауға тырысып бақты. Бірақ кейде енесінің қатал сөзі жүрегіне тиіп, көңілі жабырқайтын кездері болады. Бір күні таңертең Айжан ерте тұрып, бүкіл үйді жинап, таңғы ас әзірледі. Бәрі үстелге жиналған кезде Жамал әже тамақты татып көріп, «Тұзы аздау екен, тамақты дұрыс істей алмайсың ба?» деп қабағын түйді. Айжан үндемей көзіне жасын іркіп қалды. Сол күні түстен кейін Дәулет жұмыстан қайтқанда келіннің көңілсіз жүргенін байқады. «Не болды, Айжан? Әлденеге көңілің түсіп жүрме?» деп сұрады күйеуі. Айжан ұзақ ойланып, «Мен қолымнан келгенше тырысып жүрмін, бірақ енемнің көңілінен шыға алмаймын. Қалай дұрыс жасасам да сын таусылмайды» деп жыламсырады. Дәулет жұбайын жұбатып, «Анашымның мінезі қатал, бірақ жүрегі жұмсақ. Ол бізді өз тәжірибесімен тәрбиелегісі келеді. Сабыр ет, барлығы жақсы болады» деді. Сол түні Айжан ұзақ ойланды. Ертеңінде ол Жамал әжеге жақындай түсуді шешті. Келесі күні Айжан таңертең енесінің қасына барып, «Апа, сіздің тамақ әзірлеудегі тәжірибеңіз мол. Маған дәмді тағамдар дайындауды үйретсеңіз екен, қуанышты болар едім» деді. Жамал әже келіннің осы сөздерінен оның ынтасы мен құрметін сезініп, күлімсіреп, «Жақсы қызым, мен саған өзім білетін барлық нәрсені үйретем. Екеуміз бірге істесек, барлық тамаша болады» деді. Сол күннен бастап Айжан мен Жамал әже бірге тамақ дайындап, үй шаруасын бірге атқаратын болды. Әже келіннің өзінің жас кезіндегі қиындықтары, енесімен қарым-қатынасы туралы әңгімеледі. Ол кезде де оңай болмағанын айтып, келінін түсіне бастады. Бір күні ауылға қонақтар келді. Айжан мен Жамал әже дастарханды бірге жайып, дәмді тамақтарды бірге әзірледі. Қонақтар кетіп бара жатып, Жамал әжеге, «Келініңіз тәрбиелі, шебер, өзіңізге ұқсайды екен» деп мақтау айтты. Бұл сөздерді естіген Жамал әженің көзіне жас толды. Ол келінін құшақтап, «Қызым, сен шыдамды, тәртіпті келінсің. Менің қатты сөздерімді кешір. Саған қаталдық танытқаным жақсы адам болсын дегенім ғой» деді. Айжан енесінің жүрегіндегі мейірімділікті сезініп, көзіне жас алды. Екеуі бір-бірін түсініп, сыйластықпен өмір сүре бастады. Бұдан түсінетін ойымыз, ене мен келін арасындағы қарым-қатынас түсіністікке, сабыр мен сыйластыққа негізделгенде ғана берекелі болады. Әрқайсысы бір-бірінің орнын түсінсе, отбасының іргесі берік болмақ. Өмір деген сабақ қой. Бұны да бір сабақ деп біле жүріңіз. Біздің арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басыңыз және өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ол біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше.